Ассаламағалейкум, құрметті қазақ елі. Мына келесі видео блогымды жолдап жатырмын өзімнің арнама. Мына бүгінгі айтайын деген тақырыбым мына қазіргі Қазақстанымызда мына Абу Ханифа мазхабы өзі Қазақстанымызбен Орталық Азия Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз дедік қой. Біз мұсылман мемлекеті, зайырлы мемлекет болумен 90-70-80% халқымыз мұсылман. Бірақ та соңғы кезде христиан Буддаға өтіп атқандарды айтпағанда тәңіршілдер деген бір топ шықты, бірақ ол топ барған сайын көбейіп бара жатыр. Бұрында жаңа қысқа балақтылар ваххабизм ағымдағы адамдарды айтып таңғалып тәубаге жағамыз саушы едік. Енді мына тәңіршіл азаматтарымыз да шыққаннан кейін қазір мына әлеуметтік желіде үлкен дау болып жатыр десек те болады. Ол дау неден туды деген кезде анада біздің бір журналист бауырымыздың бір Қазақстанымыздың өзіміздің бір қазақ азаматымен сөйлескен сөзіндегі жаңағы қазақ азаматтың өзінің мен атеистпін, және мен егерде осы қайтыс болатын болсам, қаза болатын болсам, менің жаназамды оқымай қойыңыздар деп қолхат қалдырып жатқаны кәдімгідей қазіргі YouTube желісінде кәдімгідей белең алып жатыр, шу болып жатыр. Сонымен қатар енді Атырау уақытта Батыс Қазақстандағы бір қазақ бауырымыз соның артын сол кісінің жолын қуып, ол да өзінің жаңағыдай жаназамды шығармай қойсын деген өз қолымен қолхатын жазып кәдімгідей жариялы түрде көрсетіп айтып жатыр. Енді осы орайда айта кетейін деген өзімнің ойым, қазағым, халқым, біз енді қазір сондай уақыттамыз, қазір сондай заман болды, информациялық соғыс дейді ғой, Алла сақтасын, сондай бір уақыт келді. Жаңағыдай ваххабизм, салафизм деп, немесе тенгерианство деп сондай желеумен неше түрлі жаңағыдай мысалға мемлекеттің ішінде сондай ұлт араздық немесе дін араздық сондай провокациялар жүріп жатыр. Сондықтан мен сіздерді ағайындар шақырайын деген біз бір қазақ елі, бір қазақ халқы болғаннан кейін ондай провокацияға берілмейік ағайындар. Ол жаңағындай мысалға тәңіршіл ме, немесе ол ваххабизмді неде ағымда жүрген кісілер ма, немесе атеист па, ол өздерінің істері. Бізге енді соған бола бір-бірімізбен қырқысудың керек жоқ ешқандай. Қазір бұл деген сыртқы фактор деген де бар. Ол мысалға атын атап түсін түстемей қойын, неше түрлі Қазақстанның мысалға бейбітшілігін көре алмайтын, сондай қазақ халқының ұйымшылдық татулығын, бейбітшілігін көре алмайтын елдер бар, мемлекеттер бар. Сондықтан ағайындар, біз қандай жағдай болмасын, бір-бірімізбен ұйымшыл, тату болуға тырысайық ағайындар. Егер тәңіршіл болса, ақырындап исламды қабылдай жатар. Егерде атеист болса, кейін ақырындап исламды қабылдай жатар. Ол үшін қырқысып, артынан жариялы түрде қолхат жазып, менің де артына жаназам шығармай қойыңдар деген бекер әурешілік ағайындар. Біз еліміздің ішінде ірткі салмайық, еліміздің ішінде бір-бірімізбен қырқыспайық. Онсыз да өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір Украина мен Ресейдің арасында қандай қақтығыс болып отыр, кәдімгідей соғыс болып жатыр. Ол операция дегенмен деп айтқанымен де ол
кәдімгідей соғыс болып жатыр десек те болады. Тек үлкен жаңағындай атомдық қару-жарақтар қолданылмай жатыр деген болмаса, жалпы ол жерде кәдімгідей соғыс болып жатыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда, Ресейде соңғы рет 200 мың әскер қайтыс болды деген, ол ашық түрде айтылғаны ғана, жалпы 300 мыңдайға жетіп қалды оларда да. Ол Украинаның халқына айтпағанның өзінде де. Оның бәрі басында неден туды? Ол жаңағында ұлтараздық қақтығыстан туған болатын. Ол жерде де Украина халқы тек өзінің Украин тілінде сөйлеуін ғана талап еткен болмаса, оған сол жақтағы Донецк, Луганскідағы жақтағы тұрып атқан көп орыс нәсілі, ол деген біз деген қай тілде сөйлеу керек екенін өзіміз білеміз деп, жаңағындай дядя бабасын шақырып, содан кейін жаңағындай жағдайға алып кеп соқтырды. Соттан ағайындар, қандай жағдай болмасын, бірақ мынаны есте сақтаңыздар, ұмытпаңыздар. Мұсылманның қаруы дұға дейді. Сондықтан біз деген өзіміздің еліміз үшін дұғада болуымыз керекпіз. Яғни Аллах Тағала Қазақстанымызды сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтасын. Қазағымыз үйімшіл тату-тәтті болсын деп дұға қылуды ұмытпайық ағайын. Осы видеомның соңында бір ойымды айта кетейін. Содан кейін ары қарай өздеріңіз ойлана жатасыздар. Осы орталық Қазақстанға келгелі бері мен бір елді аралап жүрген кезде, осы жалпы видеоны да TikTok'ты да жаңағында YouTube арнасында көріп жүрген кезде, мына көбінесе Ресейдің кейбір азаматтары мына Қазақстандағы тенгриянствоны, яғни тәңіршілдікті қолдап жатқан өздері айтып қалды. Енді мен бір нені айтайын, ойымды айта кетейін. Мына Астанадағы бір орыс елшілігінің алдында тенгриянствоға деп арналады деген ескерткіштің тұрғанын көзім көрді. Ал енді ары қарай өздеріңіз ағайындар ойлай беріңіздер. Кімге бұндай қазақ елінің арасында қандай болады жаңағыдай іріткі салу кімге тиімді екенін өздеріңіз ойлай беріңіздер. Ал жарайды, ассалаумағалейкум ағайын. Пікір қалдырыңыздар, ойларыңыз білдіріңіздер, лүпілмен қолдай жүріңіздер. Жақсы.